Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге өте дәмді құймақ дайындаймыз. Оған керек нәрселер: 1 литр айран қосамыз. Оның үстіне 3 жұмыртқаны бөлек ыдыста араластырып, үстіне құямыз. Жақсылап араластырамыз. 1 шай қасық ас сотасын қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Жарты шай қасық ванилин қосамыз. Оны да жақсылап араластырып аламыз. Оның үстіне жарты стакан қант қосамыз. Осылай жақсылап араластырамыз. 500 грамм ұн қосамыз. Ұнымыз електен өткен. Менде осы стаканмен 2,5 стакан болды. Осылай қою болғанша жақсылап араластырып аламыз. Үстіне жарты стакан сұйық май қосамыз. Оны да жақсылап араластырамыз. Осылай қою болып шығуы тиіс. Табамыз, қыздырамыз. Осылай үстіне құйып, екі жағын аунатып, жақсылап пісіріп аламыз. Осылай көтеріліп, өте әдемі болып шығады. Құймағымыз дайын. Өте әдемі, өте дәмді болып шықты. Достар, толық рецепті төменнен көре аласыздар. Мені қолдап, лайк, комментарий қалдырып кетіңіздер. Баршаңызға көп рахмет.